Сәлем достар, бүгін біз дыбыстар еліне саяхаттаймыз. Бірақ орманда бір дау туыпты. Кәне бірге тыңдайық. Менің атым Аю. Сөйлегенде А, О, Ы сияқты жуан дыбыстар естіледі. Аю, орман, құм, қыз, ағаш, құс, тас. Жоқ, Аю. Жіңішке дыбыстар да өте маңызды. Менде көп кездеседі. Қараңдар, түлкі, әдемі, үй, елік. Бұлар менің сөздерім. Сендер ренжімеңдерші, екеуіңде керексіңдер. Қазақ тілінде жуан да жіңішке де дыбыстардың орны ерекше. Иә, балалар, біз дыбыстарды тануға көмектесеміз. Дыбыстарды дұрыс айтып, сөздерді анық айту әр баланың міндеті. Балалар, сендер аңдардан не байқадыңдар?